Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге ең оңай әрі қызықты ойын түрін ұсынатын боламын. Видеода көрсетілгендей үлкен ыдыстың немесе контейнердің ішіне осылай фасольдарды, ақ немесе қызыл және басқа да табиғи өнімдерді салсаңыздар болады. Ойыншықтарды толық жасыруға болатындай етіп табиғи өнімдерді салу керекпіз. Осы фасольдің астына мен үй жануарлары, жабайы жануарлардың барлығын жасырып қойдым және балаға іздеттім. Бала оны осы іздеу арқылы оның бір жағынан қол моторикасы дамиды және екінші жағынан сөйлеуін дамытамыз, яғни әрбір жануарларды ататамыз. Содан кейін осылай оның астына көкөністерді де мен жасырып ойнатамын балаларға. Бұл ойын балалардың үлкен қызығушылығын туғызады, сондықтан міндетті түрде сабақтарыңызда немесе үйде осылай балаларыңызды ойнатсаңыздар болады. Келесі ойын түріне де мен дәл осы жануарларды, көкөністерді алдым, оларды орналастырып, бетін стақандармен жаптым. Бала стақандарды біртіндеп аша отыра, астында жасырылған жануарды немесе көкөністі, жемісті атауымен атап бастайды. Балалар бұл ойынды өте жақсы көреді және үлкен қызығушылықпен орындайды. Келесі ойын түрі бұл өте кең таралған ойындардың бірі болып табылады. Дәл осылай бір ыдысқа екі табиғи өнімді араластырып салып, бала ол екі табиғи өнімді ажырата отыра екі ыдысқа салады. Бүгін сіздерге өте қызықты ойындардың түрлерімен бөлістім деп ойлаймын. Міндетті түрде үй жағдайында орындап көрсеңіздер болады. Сіздерге менің видеом ұнап жатса, міндетті түрде лайк қойып, каналыма жазылыңыздар. Келесі кездескенше.